Қайсар қазіргі таңда Америка құрама штаттарының Бостон қаласында болашақ стипендиясымен оқып жатырған студентпін. Ауылымнан келгеніме аз уақыт болса да, мана өз группаластарыма ауылым жайлы аз-маз әңгіме қозғап айтқанда біраз заттың есіме түсіп кеткен адамдарды жатсыну деме манағы. Мен деген ауылда ата-әжеммен үлкен отбасыда, солардың өнеге өсиеттерін тыңдап өскен, босағаларынан қонақ арылмаған отбасының баласы емеспін бе? Маған бұл жат қылық. Қайсар, балам, шайға кел, қорадан шықпадың ғой. Атаң қасына отыр. Әй құлыным, келдің бе? Құрандағы малдар түгел ме екен? Иә, жетайым, түгел. Әке айтпақшы, мал демекші, балама нағашылары берген бәстерені алдыр. Ертеп баламды үйретсем бе деп қалай қарайсыз? Әрине болады ғой. Ата, не ол бәсіге деген? Ей балам, мәселе ол дүниеге бала туылғанда нағашылардың атаған малы. Сол сияқты сенің қайыңды ертең деген ғой әке. Иә, тек аман болыңдаршы құлындарым. Қашанда амандық артық, абырой ортақ. Ауылым алтын бесік қара орманым, куәсі бал дәуреннің ағарманың. Ауылым Иран бағы жер жәннаты, перзенттік парызым деп ән арнадым. Әкемнің иісі бар шалғынында, анамның самалы алақаны жан анамның. Алтын ай төңкерілген күмбез аспан, сырлы түн сыршыл жүрек қол ұстасқан. Махаббат мекені ғой ауыл кеші, боз бала бой жеткенге сырын ашқан. Біздің ауыл ұя еді киелі бір, теңіз бойы бұйратты жиегі қыр, өнегелі ұл менен қыз өсірген, шаңырағына құт қонған үй еді кіл. Жігіттері мәрт мінез жаны сері, жалғыз арман ерім деп таныс еді. Бұрын біздің ауылда әр азамат бүкіл елдің ары мен намысы еді. Ер азамат болғанмен жеркіндігі, әйелдерден басталар ел бірлігі. Абысындар сыйласа бір-бірімен ауған кені басқандай ердің жүгі. Ауыл барсан тауларын аралай бар, қапта өскен қарсалар қарағай бар. Күнші күліп бөбектер шықса алдынан, қолында бар қуанып нәрағай бар. Ауыл барсан тауларын аралай бар, саған тұғыр шындары маған ай бар. Айдындарда сыбырлы сазан тулап, жарық жүрк етіп шағала жағада ойнар. Ауыл барсан даласын аралай бар, ой мен қырын көлдерін сағалай бар. Ат тұяғын көгілдір нілмен бояп, үзеңгіне оралар көк орайлар. Ауыл барсан тауларын аралай бар, жадырада жыныңды жағажайлар. Қарағайлар секілді қалап өскен, санада да самсаған қалады ойлар. Қашанда амандық артық, абырой ортақ деп отыратын әжемнің сол бір сөзінің мағынасының қаншалықты терең екенін енді ұғынып жатқандаймын. Ауылда бәрі тамаша екені сонша, бәрі бір-бірін таниды, етене араласады. Көңілдері бәрінің бірдей, ал мұнда тіпті көршімді танымаймын ғой. Жатсыну, жақтырмау дегеннің болмайтынына бір мысал, менің әке-анама еріп бір бас саңғыға кешке барғаны есіме түсіп отырғаны.
бас қоспағаным көп болды дегендей дастарханға отырыңдар. Көрші көрмегелі көп болды, бастан болмаса басымыз босамайды екен. Ал қонақтар көшкен жатсыңдар, келіп жатқандарына көп рахмет. Мана түсте көрші жігіттер шөптіріп көмектесіп жатырғасын, бір жағы әке анамыз қалай кеткесін ұйымдастырып жатырған бастаңғымыз ғой. Көрші, ән болмаса бастаңда сән бола ма? Әуде. Ал көрші жақсы әңгіме айтып жіберіп қосылайық. Ал көршілер, әне түсіп жатыр екенсіздер. Осы басыңызды қосылықтан ауылымыз. Сол үшін бір ауыл жайлы өлең айтып жіберейін. Ауылда өстім, шаңына аунап еркелеп, ұядан ұштым, қатайды қанат ертерек. Асығып алған бақытын күтіп тұрғандай, армандар асқақ, қиялдар қилы жетелек. Аланың мынау тамаша сайран сауығы, жолдарын жауған нөсерлі жылы жауыны. Бәрі де ғажап сағынған кезде бірақта, арманым ауыл, іздедім сені ауылым. Ауылым аңсады әппақ таңыңды, тұнық кешіңді, алма бағыңды өзіңе барып қуып сағындым, іздеймін ала балғын шағымды. Анашым, бастаңғы деген не ол? Бастаңғы деген қазақтастардың дәстүрлі салықтарының бірі. Үйдің үлкендері жолаушылар кеткенде, ауылдың жастары сол үйге жиналып бастаңғы жасайды. Аңсадым